Әйелдер үшін зейнет жасы төмендетілмейді. Көп қойылып жүрген сұраққа бүгін үкімет басшысы жауап берді. Зейнет жасын төмендету зейнетақы төлемдерінің күрт төмендеуіне әкеледі дейді Әлихан Смайылов. Яғни елдегі еңбекке жарамды азаматтар жаппай еңбек демалысына ерте шықса, салымшылар саны азаяр екен. Ол кезде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін ақшаны түбі көрінуі мүмкін. Тек премьер мен оның қарамағындағылардың жауабы әртүрлі. Мәселен, зейнет жасын төмендетуді сұрап келген белсенді әйелдерді еңбек министрлігі бүгін қуантып шығарып салды. Барлық мәселелерді жан-жақты талқыладық. Олардың өздерінің ұсыныстары болды. Барлық мәселелерді талқыладық. Әртүрлі кейстерді қарадық, әртүрлі жағдайларды қарадық. Барлығын жан-жақты талқыладық. Денсаулық министрлігі де болды. Сол тараптан да қарадық, жан-жақты мәселені талқыладық. Кешенді. Бастамашыл топтың ұсыныстары қабылданды, жұмысқа алынды. Енді бірігіп жұмыс жасайтын боламыз. Бірігіп жұмыс істейміз дегенге тоқ мейілсіді ме, таң атпай үкімет үйіне жиналған бастамашыл топтың қарқыны басылып тарқасты. Олар бүгін әйелдерінің зейнет жасын төмендетуді сұрап келген болатын. Вице-премьер Ералы Тоғжановтан баста біршама шенеунікпен кездескен соң талаптары да жұмсарды. Олар енді әйелдерді зейнетке 58 емес, ең болмаса қазіргі 60 жасында қалдыруды сұрап отыр. Ал қалған сұрақтарды бастамашыл топ денсаулық сақтау еңбек министрліктерімен бірге ақылдасып отырып шешетін болып келісіпті. Енгіземіз деп айтқан жоқ, талқылаймыз деп айтты. Ең біріншіден зейнет жасын төмендету үшін ол қай зейнет ақысымен шығатынды түсіну керек. Сосын ғана қанша үкіметтен қаражат шығатынды шығарады. Арғара енді зейнет жасын төмендету деген енді арғара мәселе, соны жалғастырып жатырмыз. Арғара қозғалысымызды жалғастырып жұмыс істейміз, тоқтамаймыз.